Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге арнап осындай өте керемет, дәмді шоколадты торттың рецептісін ұсынамын. Бұл рецепттің ерекшелігі басқа шоколадты торттарға қарағанда өте тез әрі оңай дайындалып, ортасына ешқандай крем жағылмаса да, ортасы сондай ылғалды, нәзік әрі әдемі болып шығады. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз және қантты қосып миксерлейміз. Қант жан-жаққа шашырап кетпеу үшін мен алдымен осылай миксерді қоспай кішкене араластырып аламын. Содан соң миксердің жай жылдамдығынан бастап ақырындап жылдамдығын минут сайын көбейте отыра, жұмыртқалы массамыздың көлемі ұлғайып, осылай ағарғанға дейін миксерлейтін боламыз. Енді жұмыртқалы массамызға ерітілген сары майды құйып, тағы да кішкене миксерменен шамамен 1 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін жұмыртқалы массаға сұйық майды және сүтті құйып, тағы да барлығын миксердің жай жылдамдығында шамамен 1 минуттай араластырып миксерлейміз. Қамыр биік болып жақсы көтерілу үшін барлық құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп аламыз. Ең алдымен ұнды, содан соң какаоны електен өткізіп, оған қопсытқышты қосамыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді бір-бірімен біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Енді осы біріккен құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массаның ішіне бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Алдыменен осылай ұнымы жан-жаққа шашырамас үшін миксерді қоспай, осылай кішкене араластырып, содан соң миксердің жай жылдамдығында шамамен 1 минуттай араластырып, қалған ұнның бөлігін саламыз. Дәл жаңағындай етіп қайталап, миксерді қоспай алдымен ұнымызды кішкене араластырып, содан соң миксердің жай жылдамдығында қамырымыздың ішінде ешқандай ұн түйіршігі қалмайтындай етіп, жақсылап миксерлеп шығамыз. Барлық қамыр жақсы көтерілу үшін оған қосылатын ұнды және құрғақ ингредиенттердің барлығын осылай електен өткізіп және бірнеше бөлікке бөліп салуға кеңес беремін. Ал біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. Енді осы қамырымызды алдын ала пергамент қағазы төселген осындай формаға салып дайындап қойдым. Сол форманың ішіне қазір жайғастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Сіздер 22-24 сантиметрлік формаларды да қолдансаңыздар болады. Қамырымыз біркелкі болып форманың ішінде жайғасу үшін және біркелкі пісу үшін осылай формамызды кішкене шайқап, қызып тұрған пешімізде шамамен 160-180 градус аралығында 30-35 минуттай пісіреміз. Піскенін осылай ағаш таяқшамен тексеріп, әрбір жеріне тыққан кезде ол осылай құрғақ болып шығуы керек. Осылайша біздің пирогымыз сондай тез әрі оңай дайын болады. Толығыменен суытып, осылай формадан босатамыз. Кейін форманың шетін алып тастағаннан кейін астындағы пергаменттан да босатып, пирогымызды толығыменен суытамыз. Яғни біздің пирогымыз толықтай суығуы керек. Мен осылай решеткада суытамын. Решеткаға аударып, астындағы пергаментін алып тастаймын. Пирогымыз толығымен суығанша осындай глазурь дайындаймыз. Шоколад пен сары майымызды микроволновкада немесе су моншасында ерітеміз. Ол ерігенше суыған пирогымызды осылай ыңғайлы ыдысымызға аударып шетке алып қоямыз. Шоколадымыз еріп дайын болған уақытта оны микроволновкадан су моншасынан шығарып, осылай араластырамыз және толығыменен суығанын күтеміз. Яғни егер сіздердің шоколадтарыңыз толығыменен суымай сұйық күйінде жағылатын болса, оның бетіне құйылғаннан кейін барлық шоколадты пирогтарыңыз бойына сіңіріп алады. Сол себептен оны толығыменен суытып, кішкене қоюланған уақытта осылай пирогтарыңыздың, торттарыңыздың бетіне жағуға кеңес беремін. Сол кезде шоколадтарыңыз толығыменен сіңіп кетпей, пирогтарыңыздың бетінде қалатын болады. Осылай шоколадымызды пирогтың бетіне құйып, қасықпенен жақсылап жан-жағынан осылай жүріп шығамыз. Егер шоколадтарыңыз жан-жаққа ағып, төгіліп жатқан болса, қорықпаңыздар. Оны қазір шоколадты ақырындап аққан жерлерінің барлығын осылай видеодағыдай қасықпенен жүріп шықсаңыздар,
торттарыңыздың барлық жерлеріне шоколад жағылады. Кейін осылай жағылып төгіліп қалған жерлері болатын болса, барлығын қағаз сүлгімен тазалап аламыз. Қалауларыңызша кез келген затпен әсемдеп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде жаңғақты пайдаландым. Әрине, бұл міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Біздің тортымыз осылай дайын болады. Өте тез әрі оңай, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер дайындамаған болсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Және бұл торттан ешқандай түйір, ешқандай бөлік қалмайтынына сіздерге сеніммен айта аламын. Себебі дәмі өте керемет болып шығады. Құрамында ешқандай кремі болмаса да, сондай ылғалды, биік әрі нәзік болады. Бұл торт өзіме және отбасыма қатты ұнаған рецепттердің қатарында, әсіресе шоколадты жақсы көретін адамдар үшін өте керемет рецепттің бірі. Егер сіздер шоколадты жақсы көретін болсаңыз, онда міндетті түрде дәл осы тортты дайындап көріңіз. Сіздермен бірге болған Гүлім. Астарыңыз дәмді болсын.